Елдік пен ерліктің киесіндей, батырлық пен батылдықтың иесіндей, асылдық пен жасындықтың үлгісіндей аты аңызға айналған баһадүр батыр Бауыржан Момышұлы тау тұлға. Ол кісінің өмір жолы, сұрапыл соғыс жылдарындағы жанқиярлық ерлігі, өжеттігі мен өрлігі, алғырлығы мен көрегендігі біле білгенге ұлы тәрбие, үлкен өнеге мектебі. Бауыржан 7 жылдық мектепті бітіргеннен кейін біраз уақыт мұғалім болған. Сонда жүргенде кезекті әскери міндетін өтеуге шақырылып, онда 1,5 жыл жүріп, запастағы командир атағын алады. Туған ауылына қайтып оралған соң, ол біраз жыл қаржы мекемесінде қызмет істейді. Содан қайтадан Қызыл армия қатарына шақырылып, түрлі әскери бөлімдерде взвод, рота командирі болады. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталысымен Бауыржан даңқты генерал-майор Панфиловтың басшылығымен Алматы маңында жаңадан жасақталған 316-шы атқыштар дивизиясының құрамында майданға аттанады. Батальон полк командирі қызметтерін атқарады. Соғыстың соңғы жылдарында гвардиялық дивизияны басқарады. 1941 жылы күзгі қысқы кескілескен шайқастар кезінде өз батальонын 27 рет шабуылға бастап шықты. 5 рет қоршауды бұзып, негізгі жауынгерлік құраммен аман-есен дивизиясына қосылды. Ұлы Отан соғысы біткен кезде менің жасым 35-те еді. Ол кезде 9-шы гвардия дивизиясының командирі болады. Ал бүгін болатын болса, жасым 70-те. Сонда 35-35-те қоссаң 70 болады ғой. Аман есен соғыстан өзінің азаматтық борышын орындап қайтқандардың бірімін. Қазақта мақал бар, көп жасағынан сұрама, көпті көргенін сұра деген. Жалғыз мен емес, біздің ұрпақ. Орысша айтқан наш поколение дейді. Біз көпті көргендердің біріміз. Азаматтық борышымыздың бірі өсіп келеткен ұрпаққа. Біздің ата-бабаларымыз қандай кісілер болған, қандай өмір сүрген, өзіміз қандай болдық, қандай өмір сүрдік. Біздің өміріміз өте қиын жағдайда болды. Әсіресе бәрін айтып бірін айт дегендей, Ұлы Отан соғысы. Адам тарихындағы бірінші үлкен соғыс. Оның атақ даңқы, батырлығы Александр Бектің Волоколамск тас жолы атты кітабында суреттелді. Кітап неміс, чех, еврей, ағылшын, француз және тағы басқа шет ел тілдеріне аударылды. Соғыстан кейін Бауыржан Момышұлы Совет армиясы бас штабының жоғары әскери академиясын бітіреді. Әскери педагогикалық жұмыспен айналысып, Совет армиясы әскери академиясында сабақ береді. 1956 жылы полковник атағымен отставкаға шыққан Бауыржан бір жола шығармашылық жұмыспен айналысады. Ол қазақ және орыс тілдерінде бірдей жазып, өз өмірінде көрген білгендерін арқау етеді. Оның қаламынан туған өмір шындығын арқау еткен тамаша романы мен әңгіме, повестері қалың оқушының іздеп оқитын шығармаларына айналады. Олар бірнеше қайтара басылып шығады. Бауыржан бірнеше орден, медальдармен наградталады. Кеңестер одағының батыр атағын алады. Алайда халықтың өзі батырым деп танып ардақтаған қаһарман ұлына бұл атақ отан соғысы біткеннен кейін жарты ғасырдай уақыт өткенде барып берілген болатын. Ел тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен оған халық қаһарманы деген атақ берілді. Қорыта айтқанда, Бауыржандай алыбымызды ардақтай білейік. Ұлтымызға ұран болған ұлы тұлғамызды ұлықтай білейік. Елі үшін от кешкен бабаларды, олардың ерлігін ұмыту бүгінгі ұрпақ үшін үлкен сын. Сондықтан да отан үшін басын майданға тіккен батыр аталарымызды мәңгі есімізде сақтайық. Ер есімі ел есінде.